Мен өзім оқыған елде бір тума соқыр кісі болды. Әлі де тірі, Яхя Хассун деген, Алла өміріне береке берсін. Алла тағала сондай бір көркем дауыс берген, көзі көрмейді. Көзі көрмейтін болып, соқыр болып туылған. Сол таңғы намаздан қалмайтын. Таңғы намаздан қалмайтын, және ораза күндері таңғы намаздан кейін мешітте отырып, қолтығына қыстырып Құранын алып келеді, саусақтарымен ұстап отырып, әдемі даусымен көркемдеп Құран оқып беретін. Көзі жоқ болса да, әлгі саусақпен болса да оқуды үйренді. Сол үшін де Алла тағала Құран кәрімде не дейді? فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Шын мәнінде мына көздер соқыр болмайды дейді. Оның көзі көрмегенімен ол соқыр емес Алла тағаланың алдында. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Көкіректердегі жүректер соқыр болады дейді. Көкіректердегі жүректер соқыр болады. Сол көкірегі соқыр болған адамдар ертең қияметте Алла тағаланың алдына барған кезде соқыр болып оянады, соқыр болып тіріледі. Құранда Алла субханала тағала айтады, олар айтады деді: Рабби лима хашартани а'ма ва қад кунту басира. О Раббым, мені неге соқыр қылып жараттың, қайта тірілттің, мен бұл дүниеде көзім көретін еді ғой деген кезде, кәзалика ататка аятуна фанаситаха ва кәзалика ал-яума тунса. Сен Алланың аяттары келген кезде оған көңіл бөлген жоқсың, қараған жоқсың, ұмыттың деп айтады деді. Бізге мұсылмандарға жіберген Құранды біз мұсылмандар оқымасақ, онда кім оқиды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Раббысына шағымданған. Құранда Алла тағала бізге соны айтады. Ва қала расулу я рабби инна қауми иттахаду хазал Құр'ана махжура. Елші айтты дейді: "О Раббым, менің қауымым Құранды тастап қойды" деп Алла тағалаға шағымданып жатыр. Егер сіз Құранды тастап қойған адам болсаңыз, қолыңызға Құранды алып оқымайтын болсаңыз, күнде әйтеуір бір бетін болса да оқып тұрмасаңыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сіздің үстіңізден Аллаға шағымданып жатыр. Сіздің үстіңізден Аллаға шағымданып жатыр. Я Раббым, мына пендең, үмбетім пәленше, ұлы түгенше сенің Құраныңды оқымай жатыр, сенің Құраныңды тастап қойды. Соған Құран түсірілген еді, бірақ ол сол Құранды оқып жатқан жоқ деп сіздің үстіңізден шағымданады. Қандай жаман нәрсе? Егер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сіздің үстіңізден шағымданып жатса, пенсияға шығып, содан кейін ықылас қойып, намаз бастап, мешітке барып, Құран оқуды үйренген аталарды да көрдік. Құранды бетіне қарап оқуды үйреніп, кейін тұрақты түрде хатым жасайтын аталарды көрдік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыз жеткізген хадисте айтады: қиямет күні пендеге иқра варқа фа инна манзилатака инда ахири аятин татлуха, оқыда көтеріле бер, сенің жәннаттағы орның соңғы оқыған аятында болады деп айтылады дейді. Қанша көп жаттасаңыз, иншалла соны оқып көтеріле бересіз. Сол үшін де иншалла Құранды оқуды әдет етейік. Құранды көптеп оқуға, Құранды жаттауға тырысайық. Бетіне қарап оқуға тырысайық. Сол Алла тағала берген көз нығметін, соның шүкіршілігін өтеп, Құран оқыған адамдардан етсін бізді. Алла тағала бізге тіл берді. Сол тілді Құран оқуға, Алланы зікір етуге пайдаланайық. Алла тағала сол ағзалардың шүкіршілігін өтеген, өзінің құлшылығында тұрақты болған пенделерінен етсін иншалла. Алла тағала әрдайым Құранмен бірге болған, Құранды оқитын пенделерінен етсін.